Ё-моё, так. Мен қаяқта ұйықтап қалғам. Ой, ё-моё, мен кроватта ұйықтап қалыппын. Кішкене тәтті кроватта сындырсайықшы. Так, ё-моё, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ринко. Что там қалайсыңдар достар? Короче, достар, алдыңғы видеода, ремонт, мұны дегеннің. Ай. Ойбай. Белім деген жаман ауырып кетті. Так, далада біздерде не болып жатыр? Жетел, что там, қалайсың? Жақсы көзің қалайсың? Жақсымын, что там, огород теріп жүрсің ба? Дұрыс. Короче, қалайсыңдар, жетелдер? Так, мына жерде не болып жатыр? Так. Жетелдер аман болсын. Үйді құрастыру керек дұрыстап жүр. Мына ауылдың быт-шыты шығып жатыр. Так, короче, мына жерде бір бәле бар ма өзі? Амансыңдар ма? Что-то жартысын көбісі қайқа кетіп қалған. Так, мақұл жетелдер. Так. Ё-моё. Біздің ауылда деген мұшым мұсы. Біздің ауылда деген пайды дым қызық жоқ. Мен үйді бір чек көріп тұрмын. Мына үйге вообще келмеген момент, прикинь. Так. Бір ауылда арылап шығайық бейт. Жағынан бейтіп қойып. Жетелдер, не ағып тұрсыңдар сендер? Кішен тіліктерін тістеп жүрмесіңдер маш? Так, тоқтаңдар. Короче, достар, өшім. Нау кім? Что-то таныс емес нау? Сәлем. Что там, сенің атың кім өші? Сен что-то бұл ауылдың көрмеген сияқты, жасыл жетел достар бірінші рет көріп тұрмын. Нема, сен бұл ауылда тұрасың ба? Әрине, мен осы ауылда тұрамын, что там, айта бер. Мен қалай айтсам болады, мен қысқасын айтқанда болмашы ма, мен ауылымда қой жет, осы жақтан бір паналайтын үйма бір бәле салып берші маған. Қойш. Так, все, смело ғой, оны неғақ маған айтасың? Сразу келіп айтпайсың, неғақта мен уже білінет, мен жетел жалғыз өзім адам болып тұрам, неғақта бәліға жетелдер. Так что сен маған сразу бірден келіп айтуың керек еді. Енді мен білмедім ғой, мен ешкім танымаймын. Сенің атың кім? Менің атым Ринко, сенің атың кім? Менің атым жоқ, менің атым жетел тұр. Ода досым, сен оны жасыл жетел деп атайық, короче, білмеймін, сен далада жүре тұрасың ба, или өшім. Короче, мен саған өшім бір үй салып берейін, так что сен осы ауылда тұрасың, давай ма? Все, достар. Біздің ауылға қонақ келіпті достар. Короче, жасыл жетел, яғни біздің досымыз. Достар, енді біз оған үй салуымыз керек. Енді ұят болып қалмасын. Так, біздер достар, оған үйді ауылдың шетіне салайық. Короче, менің үйімнің қасына, біздің үйіміздің қасына саламыз. Және де оның үйін бір бастайық, намен. Потом оның тағы не бар, намен. Үшін кәдімгі біздің үшін кузница секілді үй салып беруіміз керек достар. Айтпесе достар, ят деген нәрсе біз қазақпыз ғой. Так достар, короче, біздер деген бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Так, былай. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4-5. Все достар, короче, біздер деген болды. Қошым, енді біздер деген так, на жерден тоқта. Қалай істесек, былай. Так, осы, короче, достар, біз бұл жетелдің үйін кәдімгі бір жаңа үй секілді, жаңа көзінса секілді істеп берейік. Енді ұят болып қалмасын, әрине достар. Өзім болмыр деп таныстырып жатыр, ауылдан қой жүрген. Қандай ауыл болды екен достар ол? Сіздер білмейсіздер, бірақ сіздер қаяқтан білесіздер, Все, достар, короче, біз үйді салуды жалғастыра беретін боламыз. Короче, достар, идеяларыңыз жазып кетіңіздер, чозы қалай салсақ болады. В общем, так, былай, тура ананы бүйтпейміз. Так, короче, опа, мына жерді бүйтеміз. Так. И потом... Вот, в общем, осылай. Тура келді. Және де біздер мына жерді де бүйтеміз, короче. Так. Бұл достар жетелдің ішіне мебель барлығын орнатам. Так что достар, короче, видеоны лайктарыңызды басып жазуды ұмытпаңыздар. Смело ғой достар. Мен бұл жетелге әрине көмектесем, смело. Так, енді бізге не істеу керек болады? Так, енді
бізге стекло керек болады. Вот мына стеклоны алайық. Так, былай. Жоқ, мынаға бір стекло жететін шығар. Вот. Аяғын бәрін ағашпен жауып тастаймыз. Достар, давайте біздің ауылға жаңадан жедел келді. Так что достар, давайте сол жеделге қолдап, кішкене біздің ауылға үйренісіп кету үшін, давайте сол жеделмен де даже видеолар шығаратын боламын мен. Так, все, достар, короче, біз мынаяқта есік қалдырайық. Так, мынаяқта есікке қалдырамыз бүйтіп. Вот. Так, все. Так, мынаны алып тастаймыз. Достар, давайте на жеделді қолдап кетейік барынша. Мынақты бүйтеміз. Потом бізге дверь керек болады. Дверь. Бұл дверь, біз мынандай дверь қолданамыз әрине. Вот. И енді достар, ауылдың кәдімгі лидер ретінде, достар, мен бұндай адамдарға көмек беруім керек әрине, өйткені менде жалғыз, менде ғана творческий бар. Қалған ешкімде жоқ. Так что, сол үшін мен көмектесуім керек. Айтпесе ұят болып қалады ғой, достар. Біздерде қазақтарда деген ұят деген нәрсе бар. Так, все, достар, короче, біздер фук. О! Әдемі кет ма? Так, вот. Так. Менің көршім болады екен оны, достар, я. Так, менің көршім болады екен. Үшім. Так, осылай. Вот, бірде не болды ғой, я. Все, достар, короче, енді біздер деген бұның крышасын жабатын боламыз, бейт. Так, бұлай. Енді достар, мен енді ондай қатты үй саламайым, бірақ көрейік енді барынша тырысып салып жатырмын бұл жеделге. Енді достар, біздер деген енді ауылдың деген кәдімгі лидер ретінде оны тағы да айта берген енді қызық емес шығар. Сонда да достар, айтып өткен жөн. Так, вот, мынаның астына алып тастаймыз бүйтіп. Вот надо. Так, бүйтеміз. Инаның бүйтін астына алып отырамыз. Потом на жерінен бастайық енді. Вот, былай. Так, былай. Крышасын, достар, жабу деген ондай қатты қиын емес, бірақ достар, маған қиындық соғады, өйткені мен деген ондай қатты үй сала алмаймын. Так, былай, кәдімгі бізде чисто қара ағашпен өшім өйстіп салайық. Вот, так, вот, все, достар, найс. Күшті болды. Пайди, өзіме ұнады енді, өзімнің саған үнемі өзіме ұнамағанды кімге ұнайды басқа. Так. Енді достар, скоро деген бұның үйін жаңарту орнататын боламыз. Енді барлық жеделдің үйіне жалпы жаңарту орнатамыз. Смело ауылдың әкімі болмайын ба, до конца дайвать етіп, кәдімгідей жестко ауылдың бәрі мені сыйлайтындай. Вот, достар, короче, бізде жеделдің үйі дайын, достар. Енді бізге бұяқа керек болады, әрине. Так, біздерде жарық керек болады. Вот, мынақа жарық қойып қояйық. Так. Так, жан-жағында жарық несі қоймаймыз, я. Вот. Кәдімгі. Достар, неге сырттан келген ғой, неғып оған жаның ашып жатыр десе, достар, мен жақында барлық үйге, короче, қайырымдылық жасайтын болам, достар. Қайырымдылық дегенде қалай көмектесетін болам? Вот, достар, короче, үйі осы. Енді бізге, достар, бұның кроватын, бүкіл нәрсесін істеу керек. Так, достар, короче, біз бастаймыз. Бастайық. Біздерде не бар? Біздерде мына жерде ештеңе жоқ. Вот, осы жерде ойым. Міне бүкіл нәрсе осы жерде, достар. Так, мынаның бәрін алып тастаймыз. Үшім, мынау керек болады. Әртүрлі нәрселер қоя берейік, барынша. Так, мынандай безендіру керек болады. Мынандай. Потом біздерде мынандай керек болады. Потом так. Біздерде басқа қай жерде бар еді? Міне мынандай керек болады. Бәсе. Так, басқа біздер не керек вообще? Так, мынау керек. Көзіме түскеннің бәрін алып отырмын әйтеуір. Достар, білмеймін, мына жетелге сеніп тұрмын, пока сеніп тұрмын мен, достар, білмеймін. Оны уақыт өте келе көреміз, оның қандай адам, қандай жетел екенін. Так, біздерге неға бір шатырға не ойасайық. Вот, мынау керек емес енді. Так, неға ұйықтайтын несі болса. Так, мынандай кроват салып бере салайық. Үшін неға бір не. Потом үшін мынандай
короче жиһаздарын қойып кетейік достар, өзі реттеп ала ма, в общем бір бәле болады. Так, мына жаққа қоямыз, в общем так, мына жаққа қойып кетеміз былай, потом вот мынаны вот мынаны достар, короче заттар үйіне қойып кеттік енді. Так, все достар, короче есікті жабамыз, все найс. Так, короче ана жетел қаяқта? Так, жетел, ана жетел деген қаяққа? Міне қалайсың жетел? Короче мен саған дайындаған бір сюрпризім бар. Короче кеттік біздің үйге, яғни сенің жаңа үйіңе. Маған қойшы, ана үй ол. Кеттік. Жетел, короче осы үй, в общем осы дос. Короче жетел, в общем біздің ауылға қош келдің. Түн болды, уже жатып ұйықта, ертең азанда дальше істеп берем. Давай жетел, короче. Ебать, Ринко, мә, рахмет, мына үй деген күшті ғой, давай. Все, давай, короче, жетел. Все, мой достар, короче, біздер деген, в общем, вот, ауылға бір жетел қосылды, в общем, жақсы жетел сияқты достар. Кеш болды. Ё-моё. Так, сіздермен бірге болғанмен Ринко жаман ауырып тұрмын, что-то. Давайте.